Қаламызда ежелгі славян мерекесі Масленицаны тойлау басталды. Бүгін көз мүгедектеріне арналған арнайы кітапханада әртүрлі этнос өкілдері бас қосты. Олар тіл үйірер құймақтан дәм татып, өнерлерін ортаға салды. Қыс мезгілінің аяқталғанын білдіретін Масленица мерекесі бұл кітапхана қабырғасында дәстүрлі түрде тойланады екен. Мекеме оқырмандары Ақ-дастархан басында бас қосып, түрлі ансамбльдердің өнерлерін тамашалады. Тіпті өздері де аспаптардың сүйемелдеуімен ән шырқады. Қазақстан бойынша да бұл мереке тойлануда, себебі біздің Қазақстанымызда интернационалды халық болғандықтан ол ұмытылмайды және де тойланып отырады. Бүгінгі біздің іс-шарамызда оптимист ансамблі өнер көрсетеді. Сонымен қатар өзіміздің оқырмандарымыз, көз мүгедек оқырмандары өздерінің де өнерлерін көрсетуде. Әннен шашу шашып, чесушкамен өлең айтылады. Сонымен қатар оқырмандар славян халқының салт дәстүрлері мен ұлттық құндылықтарымен танысты. Айта кетейін, кітапхана ұжымы жексенбі күні өзен вокзалы аумағында өтетін Масленица мерекесінде де қысты шығарып салмақ. Бекбол Мырзахан, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы.